Бұл енді ата-ана дейтін үлкейгенде қартайғанда адамда бір бала деген бәрі де үлкейгесін қызығымызды көргісі келіп тұрады. Біз енді барынша қолымыз бос кезде, мерекелерде ата-аналарымызға келіп амандасып тұрмын. Енді 6 бала, 6 қыз, 12-міз бәріміз бір күнде жиналмағанмен де кімнің қолы бос мерекелерде келіп тұрамыз. Енді қазір енді бүгінгі мына ата-аналар күні дейді ғой, үкіметте. Сол күндерде барынша келіп жатқанымыз, бүгін мына немерелерімді алып, басқа да қарындастарым келіп жатыр. Үстіп ата-анамыздың ризашылығын алып тұрамыз. Енді өзімізде біраз жасқа келіп қалдық, өзімізде жаңағы балаларымыз бізден хабар алған, ең болмаса телефон соққанын күтіп отырамыз. Олар да солай деп ойлаймын енді. Ата-ананың қадірін бала болғанда білерсің деген қазір біздің басымызға туып отыр. Сол өзіміз ата-ана болғаннан кейін ата-ананың қадірін түсініп жатырық. Сондықтан олардың да әрқашанда көңілін күтіп, көңіліне қарап, жағдайын жасауға, алыста болсақ та, әйтеуір соларды бізге осы өмірде разы болып өтсін деп жұмыстанып жүрік. Енді одан кейін біздер енді отбасы, үлгілі отбасы деп жатыр ғой, бірақ үлгілі отбасы болғанда ол үлгілі бала біздің айтқанымыз емес, жасағанымыз жасайды. Бізде сол әкемізді, шешеміздің көргенін жасап жүрдік. Мысалға, әке шешеміз мал бақты, бірақ ол кісілер газет, журнал, әсіресе кітапты көп оқитын. Мен дейтін мектепте оқып жүргенде осы тек қана мектептің кітапханасы емес, ауылдың кітапханасын түгел тауысып оқыдық. Бұл енді әке шешеміз оқып жатқасын, біз де қарап оқимыз. Біздің бала кезімізде жұлдыз, жалын дейтін журналдар көп болды. Бірінші шыққан романдар сол журналдарға шығатын. Олар бізді оқимыз, әке шешеміз оқығаннан кейін, олар не оқып жатыр деп. Одан соң түсіп кеттік қызығына. Сосын ол кісілер енді біздерді бала күнімізден жұмсап үйретті. Енді совхоздың малында жүргеннен кейін біздер каникулда ауылға келгенде жалпы мен осы ес білгелі 4 жасынан екен, 5 жасынан бастап екен біздер осы малға айыруға шықтық. Атқа мінеміз, түйеге мінеміз. Енді содан көрген мен де өз балдарымды осы күннен қалада тұрсақ та жұмсап қоямын. Болмаса үйде не бар? Ыдыс-аяқ жуады, пол жуады, үйдің еденін жуады, сыпырады. Соның бәрі балдар үйрене берсін деп. Өйткені бала кезінен жұмсалған адам басқаның еңбегінде бағалайды. Өйткені өзі тазалап, өзі жасағаннан кейін соны біреу бүлдіріп кетсе, оған жақпайды. Сондықтан ол да басқа біреудің жасаған жұмысын қадірлеп, сыйлап өседі деп ойлаймын. Енді бәрімізге кішкентай кезімізде жанымызға солай құйып қойған, біз жұрттың еңбегін бағалаймыз. Әкеміз солай үйретті. Сосын енді ата-ананың, баланың көмегі үлкейгенде өз аузы өзіне жетіп кетті деген сөз бар. Біз әке шешеміз 12 баланың біреуінде жетектеп алып барып, мына жерге жұмыс қалды деп ешкім алдына алып бармаған адам, әуелде өзі қалай жұмсап үйретті, солай өзіміз барып, өзіміз көрсетіп, бәрімізде кішігірім қызметте жүрді, бәрі де сол әрқайсысы өз күшімен жетті. Енді біз енді әке шешеміз тап сондай алып қайталаймыз деп айта алмаймын, бірақ енді солардың үлгісін өзіміз арғай балаларымызға жалғасып беруге тырысамыз. Ата-анамызға тілек болар енді балалардың қызын көріп жүре берсін. Бұл енді ата-анамыз үлгілі отбасы деп республикаға дейін барып келді. Енді соны бұл енді қалай дейді, атаққа жету бар да, соны ұстап тұру қиын дейді. Сол енді сол үлгілі семья деген атағымыз жерге түсірмей, балаларым өзіміз барынша басқа жұртқа да үлгі болуға тырысамыз. Біздер енді жалпы жыл сайын әуелден жиналып жүретінбіз. 2 жыл пандемияның кезіне қалып қойды, бұрын түгел осы Нұрсәйіт Үрімтайға жиналатын жылына бір рет. Жалпы енді
не үшін мына кейінгі ұрпаққа бұл ата үлгілі отбасы деген жалпы керек. Бұны көп насихаттау керек. Кімнің қандай табысқа жеткенін, бала шағасын қалай табысқа жеткізгенін, бұл әркім ішінен керегін әркім өзі таңдап алады. Сол жұрттың қажеттілігіне жараса, осы біздің ата-анамыздың үлгі отбасы деген соның көрсеткен қызметтері, жасаған іс-әрекеттері ең болмаса бір-екі адамның пайдасына жарап жатса, содан артық бізге ата-анамызға бақыт жоқ деп ойлаймын. Содан бақытты болсын барлығы.